Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ерекше самсалардың бірі, яғни тюльпан самсасының ең оңай жасалынатын жолымен қамыры жұмсақ болып шығатын әрі үгітіліп шығатын рецептін ұсынамын. Міндетті түрде рецебін сақтап алыңыздар. Ең алдымен ұнымыздың үстіне салқын сары майымызды салып, жақсылап араластырамыз, яғни крошка жасап аламыз. Сары майымыз бен ұнымыз біркелікті араласқаннан соң, оның үстіне аз ғана дәміне қарай шекер саламыз, тұз саламыз, бір жұмыртқамызды саламыз және де қаймағымызды салып, тағы да қолымызбен жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте осы қоспалардың барлығын қолымызбен жақсылап араластырып, қамырымыздың басын біріктіреміз. Барлығы әбден жақсылап араласқаннан соң, салқын суымызды аз-аздан құя отырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Көріп тұрғандарыңыздай мен шай кесенің жартысындай ғана су қолдандым. Көп мөлшерде су қолданудың қажеті жоқ. Біздің қамырымыз дайын болып қалды. Өте жұмсақ, бірақ қолға жабыспайтын болуы қажет. Дайын болған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп, бөлме температурасына 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Құрметті көрермендер, егер осы видео сіздерге пайдалы болып жатса, ұнап жатса, видеоға лайк басып, астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де каналымның алға қарай дамуына өз үлесіңізді қосып, осы видеоны достарыңызбен, туыстарыңызбен бөліссеңіздер болады. Келесі кезекте жаңағы қамырымыздың бір бөлігін алып, аз ғана ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен орташа қалыңдықта жаямыз. Біздің қамырымыздың құрамында сары май болғандықтан өте оңай әрі тез жайылады. Қамырымызды жайып болғаннан соң, ерітілген сары майымызды бетіне жұқалап жайып шығамыз. Қалаған сары майыңызды қолдансаңыздар болады. Мен станичный деп аталатын сары майды қолдандым. Сары майды жағып болғаннан соң, осы видеодағыдай етіп, жақсылап, нығыздап қамырымызды орап шығамыз. Екі қамырымызды да дәл осылай жайып, ортасына сары майымызды жағып, тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Қаласаңыздар, бір тәулікке қалдырсаңыздар да болады. Сол аралықта біз салмасын дайындаймыз. Салмасына пияз, тартылған ет, дәміне қарай тұз және де қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Біздің салмамыз дайын. Енді жаңағы тоңазытқышта тұрған қамырымызды алып, кішкентай бөліктерге бөлеміз. Енді осы қамырымызды жұқалап, орташа қалыңдықта жаямыз. Жайып болғаннан соң, дәл ортасынан осы видеода көрсетілгендей етіп, пышақпен кесіп аламыз. Бір жанына салмасын салып, осы видеода көрсетілгендей етіп, самсамызды түйіп шығамыз. Жасалу жолы көріп тұрғандарыңыздай өте оңай және де өте әдемі болып шығады. Самсаларымыздың барлығын осы видеодағыдай етіп түйіп шыққаннан соң, арнайы формамызға саламыз. Егер пергамент қағазы болса, пергамент қағазын төсеңіздер, егер болмаса, міндетті түрде форманың астын жақсылап майлап алуымыз қажет. Самсаларымыздың барлығын түйіп болдық. Енді бетіне жұмыртқаның сарыуызын міндетті түрде жағып шығамыз. Содан соң өз қалауларыңызға қарай мак, не болмаса күнжеу сепсеңіздер болады. Печкімізді алдын ала жақсылап қыздырып дайындап қоямыз. 200 градуста біздің самсамыз қызарғанша пісіріп аламыз. Әркімнің печкісі әрқалай, сол себепті қарап тұрыңыздар, самсаларыңыз күйіп кетпесін. Көріп тұрғандарыңыздай біздің самсамыз пісіп дайын болды. Өте жұмсақ, сондай нәзік, қамыры үгітіліп шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен болған Әсел, баршаларыңызға рахмет.